Сәлем достар, бүгін сіздерге Сенанның Фериденің әкесіне не үшін кек алуға келгенін және оны кім өлтіріп кеткенін айтатын боламыздар. Ол өз ойын іске асыру үшін бірінші Фаридамен танысып, сөйтіп Мехмет Сайын Шадоғлының сеніміне кіріп алады. Махирдің әкесі Назиб Қара түрмеден толықтай ақталып шыққаннан кейін Махир мен Фериде тойларына дайындықты бастап кетеді. Бұл тойға қарсы болған Фериденің әкесі тойды болдырмас үшін түрлі іс-әрекеттерге барады. Сенанға бұйрық беріп, Махирдің тұрып жатқан аудандарындағы магазиндерді жаптыртады. Олардың көшесіндегі үйлерді сатып ала бастайды. Сөйтіп олар сол тұрғындарды қыспаққа ала бастайды. Сенан болса, біз неге бұны Махирді өлтіре салмаймыз, неге бұлай ойын ойнап жүрміз дегенде, Фариданың әкесі, біз деген ұғым жоқ, мен бұйрық берем, сен орындайсың дейді. Сонымен қатар Фариданың әкесі Неждетке келіп, Махир мен Сенан екеуін бір-біріне шағыстыр, көшелерінде болып жатқан жайттердің бәрін Сенан жасап жатыр деп айтайды. Яғни Сенан мен Махирді бір-біріне қарсы ғой деп оған да бұйрық беріп кетеді. Ал өз кезегінде Сенан болса Неждетке келіп, Фариданың әкесінің заңсыз қару-жарақ сатумен айналысатынын білемін, маған бір машина қару-жарақ ұрлап бересің деп оған да шарт қойып кетеді. Екеуміз бөлісеміз, үлкен байлыққа кенелеміз дейді. Бірақ Неждет Сенанның айтқандарын істемегендіктен Сенан Айтенді ұрлауға бұйрық береді. Айтенді ұрлап бара жатқанда Махир көріп қалып, оны құтқарып қалады. Сол оқиғадан кейін Айтен ауруханаға түсіп, ішіндегі баласынан айырылып қалады. Бұны көрген Неждет Сенанға келіп, жағасынан алып, неге менің жақындарыма тиістің, әйелімді неге ұрламақшы болдың дейді. Маған көмектеспегендіктен осылай жасадым дейді Сенан. Егер де болашақта тағы да көмектеспейтін болсаң, бұдан да бетермін жасаймын деп Неждетті қуып жібереді. Неждет Фариданың әкесіне келіп, қару-жарақ тасымалдап жатқанымызды білетін бір адам бар. Және ол адам табарды маған әкеп бересің деп жолымды кесіп жатыр дейді. Сіз оны жақсы танисыз, ол Сенан қожа дейді. Сенаннан күдіктенген Мехмет Сайын Шадоғлы көмекшісіне Сенанның оң қолы ырзаны ұстап, оны қыспаққа алып, Сенан туралы сұрастыр деп көмекшісіне бұйрық береді. Мехмет Сайын Шадоғлының адамдары ырзаны ұстап, балаңды өлтіреміз деп қорқытқаннан кейін, ырза Сенанның жоспарын Фариданың әкесіне жайып салады. Сенанның Стамбулға келген мақсаты әкесі үшін кек қайтару екен. Кезінде Мехмет Шадоғлу Сенанның әкесін сатып кетіп, ол көп қиындықтарға ұшыраған. Сенан әкесімен телефонмен сөйлесіп отырып, ертең газетке Мехмет Шадоғлуның барлық заңсыз әрекеттерін жария етем, оның маскасын шешем дейді. Сөйтіп одан сен үшін кегімді алам дейді. Ол мені өлтірмей тұрып, мен оны жоқ қыламын дейді. Сенанның бұл жоспарын ырза Мехмет Шадоғлуға айтып барады. Мехмет Шадоғлу өз адамдарын жіберіп Неждетті алдырады. Екеуі түнде кездесіп, Мехмет Шадоғлу Неждетке Сенанның көзін құрт, және Махир жасағанда істе дейді. Екеуін жермен жексен қыламыз дейді. Сенан өліп мазарға кетеді, ал Махир болса түрмеге түседі дейді. Ал Неждет әкесі сияқты жасаймыз ба дейді. Неждет редакцияға артқы есіктен кіреді, оған ырза көмектеседі. Неждет Сенанға сенің Европадан үйреніп келген нәрселерің бұл жерде жүрмейді дейді. Сен менің жақындарыма тидің, сол үшін мен сені жазалаймын деп пышағын тығып алады. Сөйтіп Неждет ешкімге көрінбей Сенанды кабинетінде қансыратып тастап кетеді. Достар, каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде Махир не үшін редакцияға келе жатқанын және оны полицейскийлер не үшін ұстап алғаны туралы айтып беретін боламын. Неждет ешкімге көрінбей артқы есіктен шығып кетеді, оны ырза шығарып салады. Кабинетінде Сенанның қансырап жатқан денесін оның әріптес қызы тауып алады. Сөйтіп айқайлап бәрін шақырады. Барлығы келіп қарағанда Сенан әлі тірі болады. Сөйтіп оны ауруханаға алып кетеді. Ал ырза болса барлығы кеткеннен кейін Сенанның кабинетіне кіріп,
сейфті ашып, Мехмет Риза Шадоғлуға байланысты барлық құжаттарды алып кетеді. Ол құжаттарды әкеп Мехмет Сайын Шадоғлуның қолына тапсырады. Ауруханаға түскен Сенан көп ұзамай көз жұмады.